Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз сіздермен оқуға жіберген өтінішіңіздің статусы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бізге көптеген сұрақтар түсіп жатады. Менің өтініш жібердім, әлі қарастырылмай тұр, немесе оқулар әлі басталған жоқ, сабақтар әлі құлыптаулы деп. Оны көрсету үшін мен алдымен өзіміздің профилімізге кіреміз, сосын курстар бөліміне өтеміз. Оқу бағдарламасын таңдаймыз, бастау бизнес. Сосын осылай оқудың парақшасында үстіңгі жағында жасылмен жанып тұрады. Сіздің оқуға жіберген өтінішіңіз қабылданды. Келесі лек 22 тамыз басталады деп тұр. Бұл деген сөз, сіздің оқу 22 тамызда басталады деген сөз. Сол уақытта мына сабақтардың барлығы ашылады. Ал егер де 22 тамыздың орнына басқа дата тұратын болса, мысалға 31 шілде. Демек, сіздің оқу сол уақытта басталады деген сөз. Ал енді кейбір оқушыларда сіздің жіберген өтінішіңіз қарастырылуда деп жанып тұрса, демек, сіздің өтінішіңіз әлі қарастырылған жоқ. Яғни, координаторлар қарағаннан кейін сізге оқудың датасын белгілейді. Ең бастысы, осы оқуға жолдаманы және жеке куәлігіңіздің артқы жағын дұрыс түсірсеңіз, сол жеткілікті. Егер де қате жіберген жағдайда, мысалы, жолдаманы дұрыс жүктемеген жағдайда, сіз оқудан шығарылдыңыз деген статус тұрады. Ол жайлы толығырақ басқа видеода көре аласыздар. Ондай жағдай болған кезде сізге құжатты жаңадан қайта жүктеу керек болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.